Инелік пен тиін. Орманды мекендейтін жирен тиін ағаштағы ұясының алдында отырған. Оның қасына бадырақ көз инедей жіңішке бір инелік ұшып келді. Ол қанатын дірілдете тұра қалып, «Тиін, тиін, сен не істеп отырсың?» деді. «Көрмейсің бе, достым, мыналарды кептіріп отырмын», деп тиін күнге жайып қойған саңырауқұлақтарын көрсетті. «Оны қайтесің?» деді инелік. «Қыста жеймін. Бұл деген менің қыстық азығым болады. Өзің де қысқа азық жинайтын шығарсың?» деді тиін. «Жоқ, мен өйтпеймін. Жазда ғой, шыбын шіркей масаны жейсің. Ал сонда қыста не жейсің?» «Қыста мен ештеңе жемеймін. Бір қуысқа кіріп алып, қыбыр етпей ұйықтаймын». «Ой, неткен ұйқышылсың өзің?» «Иә, достым, біз деген сондаймыз», деп инелік әрі қарай ұшып кетті. Ал тиін болса саңырауқұлақтарын қоймасына таси бастады.